кетісті. Сымбатты, байсалды жігіт ретінде. Жалпы біздің Құсайып бағдарламасын тұрақты түрде көретін бе едіңіз? Негізі көп қарамаймын. Инстаграмнан шығып қалды да. И как раз ислам шығып қалды. Жаңа қатысушы бірден көзге түсті. Сымбатты, әдемі. Жақсы, ал ислам сұрақтарыңыз. Айзада, есімі. Айзада, қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Жасыңыз нешеде, мен дұрыс естімедім? 25. 25 жаста. Қонаевта тұрамын. Қаласында тұрамын. Так, отбасыда нешеусіздер? Жалғыз қызсыз ба? Иә. Ата-енемен тұруға көзқарасыңыз қалай? Ата-енемен тұруға көзқарасым жақсы. Қай салада жұмыс жасайсыз, әлде? Негізгі мамандығым инженер-архитектор. Қазіргі таңда мамандықпен жұмыс істемеймін. Жеке өзім шаруаларыммен айналысам. Көп рахмет. Нараға шықсам қобалжып қалады екенсің. Қандай сұрақ қоярым білмей отырмын. Көмектесіп жіберсеңіздер. Сұлтан. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз, Айзада. Өте әдемі қыз екенсіз. Арамыздағы байсалды, сондай ер мінезді жігітті таңдап келіпсіз. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, өзіңіз мен үйде жалғыз қызбын деп ше. Алдағы уақытта сіздерде барлығы жақсы болып жатса, үйленіп жатсаңыздар, сіздің үйіңізде басқа енді адам жоқ қой, ата-анаңызбен қалатын. Соған сіздің ата-анаңыз егер айтатын болса, жігітпен бірге үйге келіңіздер, бірге тұрыңыздар мен десе, сіздің көзқарасыңыз қандай ислам соған? Негізі ер азамат болғаннан кейін жұбайыммен өзім бөлек, не болмаса өзімнің әке-шешемнің қолында тұрғанға көзқарасым жақсы. Ал егер де жалғыз қыз болғаннан кейін барынша семьясына көмектесіп, сол үйдің ұлы ретінде күйеу баласы емес, қызмет жасауға дайынмын. Ал енді сізге мақұл, сіз бөлек тұрасыз, барлығы жақсы болады. Сіздердің алғашқы ұлдарыңыз немесе балапандарыңыз дүниеге келгеннен кейін айтса, мен бір өзіммін ғой, маған қарайтын адам керек деп әке-шешесі айтатын болса, бересіз бе алғашқы балаңызды? Егер беру керек болса, мен көзқарасым жақсы ондайға. Себебі ол кісілерде қартайған кезде қызық көру керек баласынан деген сияқты, қарсы емеспін. Жақсы. Екінші балам болған кезде бірақ. Біріншісін бермейсіз ба сонда? Екінші балам дүниеге келген кезде. Оған дейін бірінші балам. Тимур қоймай тұрмақта жағаласын. Саламатсыздар, қош келдіңіз. Мен мына жерде енді айтып жатыр ғой, эфирді көп қарамаймын деп. Бұрыннан бері қарағанда бәлкім маған келіп қалатын бетті деп ойлап балсаған. Одан кейін сұрағым, сіз енді Қонаев қаласында тұрасыз, иә? Нақты сол жақта тұрасыз? Жоқ, Алматы. Алматы мен Қонаев екі ортада жүремін. Хорошо. Соңғы арақатынас туралы айтып кетесіз, бұрын тұрмыста болдыңыз ба, болмадыңыз ба, немесе соңғы арақатынасыңыз қай уақытта болды, тоқтады? Соңғы арақатынасым 2024-те тоқтады. Негізінде тұрмыста болғамын, бір қызым бар, ажырасқанмын. И жаңа сіздің сұрағыңызға жауап бере кетсем бола ма? Сіз айтып отырсыз, болашақта бұл қыз жалғыз болғаннан кейін қыздың ата-анасына баланы берген дұрыс па деп ше. Негізі өзімнің жеке ойым, қыздың ата-анасына қанша дегенмен өзінің баласын былай берген ол дұрыс емес деп санаймын. Бала қанша дегенмен өзінің туған ата-әжесінің қолында болғаны жақсы да, өйткені нағашыларына жақын болып кетіп, өз жағын мен арақатынасы дұрыс болмай қалады деген ойдамын. Сонда сізде ғана нағашылар болғаны үшін ба, немесе жаңағы мысалға болады ғой біздер ата-ененің қолында өскен бала, әженің атаның тәрбиесін көрген балдар, олар ерекше болып өседі, жаңа тәрбиелі болып деген сияқты ғой. Соған жақсы емес па қайта? Жоқ, түсініп тұрмын ғой, ата-ененің менің әке-шешемнің емес, жігіттің деп айтқыңыз келді ғой да? Жоқ, мысалы сіздің мама-папаңыз жалғыз қалып отыр ғой, ертең сіз тұрмысқа шығып кетсеңіз, оларға қарайтын адам керек деген сияқты. Соған сіз өзіңіздің балаңызды бересіз ба деген ой менде. Мен өзім қызым бар, тұрмыста болғанмын, айтып отырмын ғой, ажырасқан бір қызым бар, қызым жасы 5-те. Қызым әке-шешемнің қолында болғаннан кейін болашақ күйеуімен біздің ортамызда болған баланы ол кісілерге беру керек емес деп ойлаймын. Балауса ханым, осы жерде... Балауса ханым, айта кетейінші, исламның талаптарында бұрын тұрмыста болмаған, соны ойлап жатырмын да, ислам сен талаптарыңды естіде қыз ұнап тұрса, өзгертесің ба, немесе сол талапта бір нәрседе қаласың ба? Мен талапта айттым, мейлінше баласы болмаған, ажыраспаған болса деп айттым, бірақ осы кезде маған кім Жанеркемеді біреу сұрақ қойды ғой, дәл осы сұрақты. Сол кезде мен айтқам, егер де таныстық болып жатса, сырласып жатсақ, егер де келіп жатқан үміткер менің көңілімнен шығып жатса, онда сен талапта ондай жоқ деп айтпауың керек еді да, көреміз деп айтуың керек еді да. Жоқ, осы жерге келген кезде барлығы ойбай осында отқан қыздардың біреуімен таныспаймын, ажырасқан қыздың біреуін қабылдамаймын деп кіреді да. Бірақ енді білмеймін, енді ойымыз өзгеріп кетеді ғой дейді да. Сонда жеке ойларың жоқ па өздеріңнің?
кәдімгі нақты принцип айттыңдар ма, сол талапта тұрсаңдаршы, бірден өзгеріп кете бермей. Мақұл енді қоя берші, оны айтып жатсың ғой, бірақ енді мына жерде жаңа ата-анаға бермеу керек деген сияқты әңгіме болып қалды да. Сонда нағашы болған үшін бермеу керек па? Сонда ол кісінің ата-анасына бересің, сен ата-анаңа бермеу керек па? Или сен де қазір өзіңнің қызың сол ата-анаңда болғаннан кейін болды ғой, адам бар ғой уже деген сияқты әңгіме айтып жатсың ба? Мен түсінбей қалдым да. Просто нағашы жұртқа қарай тартып кетеді дейді да. Мына жерде бүйтіп ойланып қарайтын болсақ, сіздің ата-анаңыз жалғыз, ертең қартаяды да. Бірінші баланы бермеймін, екінші баланы беремін дейді да. Екінші бала туылам дегенше мүмкін ол кісілер қария болып қалатын шығар. Ол кісілерге де қарайтын адам керек шығар деген сияқты әңгіме болып жатыр да мына жерде. Бұл жерде мен жауап бере кете салайыншы. Негізі Айзаданың айтқаны былай болды. Нұржан, қателеспесем. Айзаданың айтқаны былай. Бала өзінің әке шешесінің қасында жалтақтамай өсу керек. Ата әжеге беру дұрыс емес деп тек көзқарасын айтып береді. Мынандай ғой. Былайша Айзаданың өзі түсіндіріп тағы да бір рет айтсаңыз, себебі түсінбей жатыр сөзіңізді. Иә, негізінде ата әжеге берген жағына қарсымын. Енді әркімнің өзінің жеке Ата әжеге кімнің? Сіз нақты менің қыздың ата-анасына ма, әлде өзімнің. Өйткені жалпы бала кішкентай кезінде шындап та әке мен шешенің бірдей жылуын көру керек. Басында өзіміз баққанымыз дұрыс деп ойлаймын. Әке шешеге мен бергенге қарсымын. Жоқ, енді ол жылулықты сендер берген жылулықты ата әжесі де бере алады деп ойлаймын мен негізінше. Просто мына жерде бір түсінбегенім, бірінші баламды бермеймін, екінші баламды берем деген әңгіме түсінбей жатырмын да балаусағам. Сонда бірінші бала керек, екінші бала керек емес па сонда? Нақты. Бірінші бала емес, екінші бала болғанша мен баламды әлі ешкімге бермеймін. Екінші бала болған кезде ата әжесі мұқтаж болып тұрса, қарайым деп тұрса берем деді. Маған бірінші бала керек емес, екінші бала керек деп ешқашан айтқан жоқпын. Менің ойымша бұл жерде айтайын, мен түсінбей жатырмын да, қалай ол сендер баланы туасыңдар да, сосын ата-енеге бере салсыңдар. Ол қалай мен миыма кірмейді ол дүние. Мүмкін мен қазіргі заманның адам болғаннан кейін кішкене түсінбейтін шығармын, бірақ та өзінің кәдімгідей өзінен шыққан баланы қалай бересіздер ата-енеге? Это невозможно ғой. Осындай заманауи қыздарға қарным ашитшы. Сен балалар үйіне бер жеріп жатқан жоқсың ғой, оны кәдімгі өзіңнің сені туған әке шешеңе берейін деп жатсың ғой. Білмеймін, түсінбеймін деп бір бөтен бір үйге бер жеретін адам құсап ойланасың да, сенің қаның ғой ол да. Мен аяулым қазір ойын аяқтасын. Иә, жоқ енді Нұржан қараңызшы, андай сөз бар да, жүрексіз адам болса да, анасыз бала, баласыз ана болмайды дейтін күшті бір сөз бар. Сонда қалай сіздер өздеріңізден шыққан баланы қалай ол тастап кетесіздер? Оған тәрбие беру керек, оны өсіру керек, жетілдіру керек. Етесіздер, ата-енеге бересіздер, ата әжесіне. Ол сосын жәутеңдеп қалады. Ананың махаббатын ала алмайды, не әкенің махаббатын ала алмайды. Мен балаусаған осы қыз түсінбей өтетін шығармын. Әңгімесі кәмше папигіз дейтін жаста шығармыз. Мен заманауимын, мен клубқа барам, мен өзіме шыққан балам әке шешем бермеймін. Сенің түсінігің ше аяулым. Вообще басқаша сен негізі түсінгім де келмейді сен негізі аяулым шынын айтайыншы. Сен пікір таласында келіп отқан жоқ. Тыңдап сөйлейікші. Нұржан, сіздер қараңыздар, бізге пікір айтасыздар ма? Біздің де пікірді көтеріп біліңіздер. Біз мына жақта қатысушымыз, әркім өзінің пікірін айтуға, сұрағын айтуға. Ол жаққа кетпекші, жаңа салт дәстүрдің айналасында жүре берейікші, өтініші. Просто қазақты құртатын осындай қыздар деп айтайыншы балаусаған болды. Қазақтың салт дәстүрін құртатын осындай қыздар. Жоқ, Нұржан қараңыз, мен сізді қазір сыйлап тыңдап тұрмын, дұрыс па? Енді менің де тыңдап біліңіз. Қараңыз, ертең сіздің бала-шағаңыз сізге көке тәте деп жүрсе, сізге сол дүние приятно ма? Сізді мама папа демейді, сізді ата-ене ретінде қарамайды, жай ғана сізге көке аға деп жүреді. Сол дүние сізге приятно ма мысалы? Екеуіңіздің де пікір түсініктеріңіз түсінікті секілді жеткілікті дәрежеде айтқан сияқтысыздар. Ханым былай ғой, осы темаға байланысты қазір біраз қатысушылардың арасында да осы өзекті тема болған. Естеріңізде болса, негізі ата-әжеде өскеннің ешқандай да жаманшылығы жоқ, конечно. Бірақ баланың өзінің ата-анасына деген бір балалық бір еркелігі несі тыйылып қалады да. Содан кейін үлкендеріміз ертеңгі күні енді мәңгілік өмір сүрмейтін болғаннан кетіп қалғаннан кейін бала жәутеңдеп қалады. Не өзінің ата-анасына барып сөйлей алмайды, не ата-анасы ретінде қабылдай алмайды. И бір осы біздің Қазақстанда отандық бір кино шыққан тұғын. Сол жерде бір сөз бар да, баланы ерте жетімсіретпеңдер деген сөз бар да. Негізі ата-әжесінің қолында өскен бала, негізі шынымен де менің өзімнің практикамда болған ол дүние. Аруна, сөзіңізді бөлейінші, міндетті түрде жалғастырасыз қазір ойыңызды. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Шымылдық ашыла ма жоқ па барлығын. Айгүл мен Гуджан бір-бірін тапқан сәттен бастап, өмірдің мәні мүлде басқа қырынан ашылды. Бұрын қарапайым көрінген күндер енді ерекше мағынаға толды. Таң атса, бір-біріне хабар жазып, кеш батса, сол күнді бірге қорытындылауды әдетке айналдырды. Қашықтық болса да, жүректері әрдайым жақын еді. Айгүл кейде үнсіз ойланып қалатын. Сол сәттерде Гуджан оның жан дүниесін сөзсіз ақ сезетін. Бір жылы сөз, бір қарас жеткілікті болатын. Ал Гуджан шаршағанда Айгүлдің дауысы оған дем беріп, алға жылжуға күш сыйлайтын.
олар бір-біріне тек ғашық қана емес, нағыз жан серік болды. Өмір әрқашан тек қуаныштан тұрмайтынын екеуі де білді. Кейде түсінбеушілік, кейде реніш пайда болатын. Бірақ олар ешқашан сезімнен қашпады. Керісінше сөйлесіп, түсінісіп, махаббатты сақтап қалуды таңдады. Себебі бұл сезім уақытша емес, жүректен шыққан шынайы махаббат еді. Бірге құрған армандары да көп болатын. Үй, бақыт, күлкіге толы таңдар, ұзақ кештер, ортақ болашақ. Айгүл сол армандарды әрдайым Гуджанның қолынан ұстап тұрғанын елестететін. Ал Гуджан үшін Айгүл болашақтағы тыныштық пен бақыттың бейнесі еді. Уақыт өте келе олардың махаббаты тек сезім емес, сенімге, сабырға, сыйластыққа айналды.